сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English Class 5 Students Book Unit 6 Word of Work атты тараудағы Verbs Learning атты сабақтағы жаттығулар жасау жолымен жауаптармен танысып боламыз. Page 68 and 69, 68-69 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабақта біз сіздермен оқып үйрену үшін қажетті ағылшын тілінде жетістіктермен танысып боламыз. Exercise 1. Look at the questionnaire on page 53 деп баспада қате кеткен. 53 емес, мына 69 беттегі сауалнамаға қара дейді. What are the phrases in blue in your language? Guess from the pictures. Мына көппен берілген жетістіктер сіздің қазақ тілінде қандай болады, және де осы суреттерге қарай отырып тап дейді. Біз суреттерге қарамай-ақ мен сіздерге жазып қойдым. Do homework, үй жұмысын орындау, watch TV, теледидар көру, listen to music, музыка тыңдау, ask questions, сұрақ қою, revise, қайталау, practice, жаттығу. Яғни жаттығу дегенде бір оқып жаттығу, билеп жаттығу, немесе белгілі бір музыкалық аспапта ойнап жаттығу деген сияқты. Go to classes, үйірмеге қатысу, use a dictionary, сөздік қолдану, copy, көшіру, study, оқу деген жетістіктер негізі. Осы тарауда біз осы жетістіктермен көп жұмыс жасайтын боламыз, сондықтан осы сөздерді сөз дәптерге жазып, жаттап жүріңіздер. Сонымен бірінші жаттығу біз негізгі жетістіктермен таныс болдық. Next exercise 2. Complete the columns with phrases from the questionnaire, then exchange opinions. Яғни бұл жерде мына төмендегі берілген кестені толтыру қажет, және де досыңызбен өз ойларыңызды айтып үйренуіңіз қажет. Бірінші толықтырып алайық. Бірінші топ бізде fun. Яғни қай іс-әрекет сіз үшін қызық? Boring, қай іс-әрекет сіз үшін іш пыстырарлық? Қай іс-әрекет маңызды, қай іс-әрекет маңызды емес? Осы 10 жетістікті 4 топқа бөліп жазу керек. Мен сіздерге мысалы, яғни бұл жерде өзгере береді, өз ыңғайларыңызға қарай. Қай іс-әрекет қызықты, іш пыстырарлық, маңызды емес деп ойлайсыздар. Фанға мен watch TV, listen to music, go to classes сөз тіркестерін жаздым. Келесі boring, іш пыстырарлық, ask. Менде қате ask questions. Important, маңызды, do homework, revise, practice, study. Not important, copy, use a dictionary деген сияқты қойдым. Енді ары қарай сіздер осы кестелерге қарай отырып өз ойларыңызды айтып үйренесіздер. I think, мен ойлаймын, it's fun to study. Менің ойымша оқу бұл қызықты дейді. Яғни егер оқу сізге тез, жылдам, оңай келетін болса, сізге ол қызық болады. Ал енді сіз оқуда қиналатын болсаңыз, бұл мүмкін сізге boring болатын шығар. Өз ойыңызды айтып үйренесіз. Яғни мына I think it's fun деген орнына boring, I think it's important, I think it's not important деген сияқты қылып сөйлем құрастыра бересіз. Ары қарай сіздің неңіз, партнеріңіз I don't think it's fun, but I think it's important. Оқу мен қызық деп ойламаймын, бірақ бұл маңызды деп жауап берді. Бұл сияқты осылай диалог құрастырсаңыздар болады. Next. Яғни бұл сабақтың грамматикалық тақырыбы adverbs of frequency, жиілік істеулеріне байланысты екен. Exercise 3. Look again at the questionnaire on page 53 and listen to the conversation between Piotr and Жанна. Which of the questions from the questionnaire do you hear? Мынау нені тыңда дейді, сауалнаманы тыңда. Сауалнамадағы қай сұрақтарды сен мынау айтылымнан Петр мен Жаннаның ортасындағы әңгімеден тыңдай алдың? Сол сұрақтарды табу қажет екен. Ол жерде тыңдалымды сіздерге қазір жол сілтемесін қалдырып кетемін. Тыңдалым тыңдап отырып, қай сұрақтар сіздер тыңдай алдыңыз? Бірінші сұрақ. Do you always do your homework деген сұрақ. The next. Do you watch TV or DVDs in English and listen to music in English? Яғни бұл жерде сен әрқашан үй жұмысын орындайсың ба? Сен ағылшын тілінде
теледидар көріп немесе жаңағы арнайы DVD дисктерін көріп немесе музыка тыңдайсың ба еді ағылшын тілінде. Do you ask questions in class when you don't understand? Егер бір белгілі бір нәрсені түсінбесең, сұрақ қоясың ба? Және де төртінші, do you revise before the test? Тест тапсырмай тұрып, сен өткен тақырыптың бәрін қайталайсың ба деген сияқты төрт сұрақ екен. Next, the first, listen again and write true or false for sentences 1 to 4. Яғни сіздерге мына тыңдалым бойынша төрт сөйлем берілген, сол төрт сөйлем тыңдалым бойынша true немесе false екен таңдау керек. The first, Жанна usually does her homework. Жанна әдетте үй жұмысын орындайды дейді. It's false. Жанна sometimes does her homework, yes? Жанна кейде үй жұмысын орындайды, әрқашан емес. Next, Петр never watches DVDs and listens to music in English. Петр ешқашан ағылшын тілінде DVD кино немесе музыка тыңдамайды. It's false. Петр sometimes watches DVDs and listens to music. Петр кейде тыңдайды екен, ешқашан емес. The third, Жанна often revises before the test. Жанна осы тесттің алдында жиі қайталайды. It's false. Жанна never revises before the test. Жанна ешқашан тестті қайталамайды екен. The fourth, Петр sometimes revises before the test. Петр кейде тестті қайталайды. It's true. Next, exercise 5. Complete the table with the words in blue in exercise 4. Then choose the correct words in the rule. Яғни мына жерде кестеге қарай отырып, яғни бұл жерде мына оқиды, немесе мына X деген оқымайды деген сөз. Осы жиілік істеулерін тест орнына қойымыз керек. Мысалы, I always study. Always дегеніміз әрқашан деген сөз. Келесі usually әдетте, often жиі, never ешқашан деген сөз. Мысалы, мына жерде X тұрғандықтан, ол жерде бізде never сөзі болады. Ал енді мына жерде жиі дегеніміз, яғни көп жасалатын іс-әрекет. Әрқашан дегеніміз үнемі, жиі дегеніміз көп, often жиі, usually әдетте. Сонымен, I always study, мен әрқашан оқимын. I often studies, мен жиі оқимын. Next, I usually. Жанна often studies. Жанна жиі оқиды. And they never study. Олар ешқашан оқымайды деген. Ал енді осы сөздер бізде қайда тұрады? Яғни жиілік істеулері бұл әрқашан етістікке дейін тұрады екен. Next, exercise 6. Rewrite the sentences using the adverbs from the box in each sentence. Яғни әр сөйлемге осы usually, often, never, always деген сөздерді қойып отырып, сөйлем құрастырасыздар өздеріңіз туралы. Мысалы, яғни бұл жерде сіздердің сөздеріңіз өзгеріп отыруы мүмкін. Екінші сөздеріңіз. I always celebrate my birthday. Мен әрқашан туған күнімді тойлаймын деп жаздым. Қаншалықты жиі тойлайсыз? My teacher never plays music in class. Менің мұғалім ешқашан сыныпта музыка ойнамайды. My friends sometimes do their homework at school. I never watch TV in my bedroom. We often have a big family meal on Sundays. My dad sometimes plays football деген сияқты сөйлем жаздым. Бұл жерде сіздер ниеттеріңізге байланысты мына көппен берген сөздерді қойып отырып өзгертсеңіздер болады. Next, exercise 7. Do the questionnaire with a partner, then check the key. Досыңмен бірге мынау нені? Сауалнаманы жазып, сауалнама бойынша жауаптарын тексер дейді. Мынау өзіңіз туралы дұрыс па, дұрыс емес па? Мысалы, біз 1, 2, 3, 4 аударып қойдық. 5. Do you practice English or go to classes outside school? Сен өзіңнің жаңағы ағылшын тіліңді жаттығасың ба, немесе сыртта белгілі бір үйірмеге барасың ба? Do you use a dictionary? Сөзді қолданасың ба? Do you copy other students' homework or tests? Басқа оқушылардан үй жұмысын көшіресің бе? Do you listen and study when you are in class, or do you talk and play with your friends?
Сен сыныпта болған кезде